Анимация жасау үшін бізге кілт қойды үйрену керек. Ал оған дейін біз кілтсіз қалай болатынын көрейік. Бірінші кадрда бізде куб осы жерде, және 50-ші кадрда ол оңға жылжу керек деп ойлайық. Маркер 50-ші кадрда кубты оңға жылжытамыз. Енді бірінші кадрға оралғанда оның алғашқы позициясы жоғалып кеткенін байқаймыз. Өйткені Blender тек қана соңғы өзгерістерді сақтайды. Оны бұрып, жылжытып, көлемін өзгертсек, барлық кадрларда өзгерістер бірдей болады. Оның себебі кілт қойылмады. Кілт қою үшін жай ғана ай батырмасын басамыз. Бұл деген осы кубтан орны да, айналу бұрышы да, көлемі де нақты өзгермейтіндей бекітілді деген сөз. Соны бассақ, дәл осы кадрда таймлайнда сары нүкте пайда болады. Бұл осы кадрда кілт тұр дегенді білдіреді. Кілтті таймлайнға тышқанды сырғытып, ай батырмасын басып, all channels'ты басып та қоюға болады. Енді басқа жерде өзгеріс енгізсек те, объект осы кілттің позициясына орала береді. Ал жаңа өзгерісті сақтау үшін біз тағы да ай батырмасын басуымыз керек. Сонда 18-ші кадрда бізде жаңа позиция пайда болды, ал бірінші кадрдағы позиция өз орнында тұр. Енді анимацияны ойнатсақ, осындай қозғалыс пайда болады. Яғни Blender осы екі кілттің арасындағы кадрларды өзі есептеп берді. Қозғалысты көру үшін оңға солға стрелканы басамыз. Ал тек кілттердің арасын ғана жылжыту үшін жоғары немесе төмен батырмаларды басамыз. Пробелді бассақ, анимация өздігімен ойнатылады. Алайда 18-ші кадрдан кейін ешқандай қозғалыс жоқ, себебі соңғы кілттен кейін біз жаңа кілт қоймадық, сол үшін куб тоқтап тұр. Осы екі кілттің арасында ғана анимация бар. Үшінші позаны қойсақ, куб рет-ретімен әр кілттегі позицияға барып шығады. Қазір бізде анимация 26 кадр ғана, 250-ші кадрға дейін күтпеу үшін біз жалпы кадр диапазонын бізге ыңғайлы деңгейге дейін азайта саламыз. Ары қарай анимация жасайық. Әр өзгеріс сайын ай батырмасын баса бермеу үшін біз оны автоматтандыра аламыз. Таймлайн ортасындағы мына дөңгелек иконканы бассақ, ол көк түске айналады. Бұл auto keying деп аталатын батырма. Бұл бізге жаңа позицияларды автомат түрде сақтауға мүмкіндік береді. Егер біз қандай да бір өзгеріс жасасақ, дәл сол кадрда сары нүкте пайда болады. Демек, автоматты түрде кілт қойылды дегенді білдіреді. Және келесі кадрда кез келген өзгеріс біз жасайтын болсақ, бізде автоматты түрде кілт қойылатын болады. Бұл осы auto keying батырмасының себебінен. Тек бір ескерту, анимацияны бастаған кезде біз міндетті түрде ең бірінші кадрға кілт қоюымыз керек. Яғни бірінші кадрда ай батырмасын басамыз, тіпті auto keying қосылып тұрса да, бірінші кадрға кілтті ай батырмасы арқылы жасаймыз. Бірақ кейінгілерін әрине автоматты түрде кілт қойыла береді. Осылайша біз анимацияны кілт қою арқылы жасауды үйрендік.